Так, балалар, ойнаватсыңдар ма? Мен қазір жұмысқа кетіп бара жатырмын. Ана есікті сендер жауып алыңдар, ма? Сосын бөтен ешкімге ашпаңдар есікті. Кім деп сұраңдар бірінші, ма? Менің дауысымды естісеңдер, маманың дауысын естісеңдер ғана есікті ашыңдар, ма? Пока-пока, кеттім мен жұмысқа. Жұмысқа барып қайтамын мен, қазір. Сендер ешкімге ашпаңдар есікті, ма? Әлі есік жауып алсын. Ма? Пока-пока. Не болды? Неғып шошып кеттіңдер? Түс көрді? Қандай түс көрдіңдер? Бізді ұстап алған. Бандит ұстап алды? Қалай ұстап алды? Бізді ұстап байлап. Қолдарын байлап. Қолынан байлады ма? Ауызында. Ауыздарын да байлап тастады ма? Не істеп едіңдер сендер? Не істеп едіңдер? Ашып қалып едік. Есікті ашып қалдыңдар ма не? Мен айтамын ғой постоянно сендерге. Есікті ашпаңдар, кім деп сұраңдар бірінші. Кім деп сұраңдар ма? Не деп айтты ол? Мен ғой деді. Мен ғой деп айтса ашуға болмайды, көрдіңдер ма? Сендер қайта түстерінде көріп, жақсы болған екен, шынымен келіп тұрмасын бандиттер, шынымен келсе ол кезде вообще жаман болды дейді. Қорықпаңдар, мен қастарында отырмын, енді есікті ашпаңдар, кім деп сұраңдар. Дауысымды танисыңдар ғой, менің дауысымды. Менің дауысымды танып қана, мен папа деп айтқаннан кейін барып ашыңдар есікті. Али, сен де сөйте ма? Ақылдысың ғой сен, Достар, біздің мини-фильміміз ұнады ма сендерге? Анасы лайк басыңдар, бізге подписаться етіңдер, және де комментарий жазып кетіңдер. Қай жері қызық болып, қай жері қызықмай қалып, бәрін ұялмай жаза беріңдер. Ал енді достарымызға не дейміз? Есікті ешкімге ашпаңдар, кім деп сұраңдар, сосын барып ашыңдар есікті, Маппаң айтқан тыңдап жүріңдер. Ал енді не дейміз? Сау болыңдар. Сау болыңдар. Пока-пока.